Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жұмыртқасыз, сүтсіз, айрансыз жасалынатын өте нәзік болып шығатын шоколадты пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп дайындап қоямыз. Оның үстіне 30 грамм какаомызды және жарты шай қасық разрыхлителімізді салып, үшеуін кішкене араластырып жібереміз. Оның үстінен қантымызды салып, тағы да бір рет араластырып жібереміз. Үстінен сұйық майымызды және де қайнаған, бірақ қатты ыстық емес, жылылау суымызды құйып, венчиктің көмегімен біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде осындай қатты қою емес, сұйықтау масса шығуы керек, және де формамызды дайындап аламыз. Кез келген формаға жасай берсеңіздер болады. Формамызға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут шамасына жіберіп аламыз. Және де піскенін, құрғақтығын зубочисткамен тығып, тексеріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын, және де бетіне шоколад пен сұйық майымызды ерітіп, микроволновкада немесе водяной баняда пирогтың бетіне құйып, осылайша біркелкі етіп құйып шығамыз. Және де бетіне арахис септім. Бұл арахисті шоколадқа араластырып, барлығын бірден сеуіп жіберсеңіздер де болады. Мен кішкене басқаша пайдаландым. Осылайша пышақтың көмегімен әдемілеп кесіп, әрқайсының бетіне азғантайдан арахис сеуіп шықтым. Себебі дастарханға қойған кезде осылай өте әдемі көрінеді. Жасалу жолы да, құрамы да өте оңай, ешқандай миксерді де қажет етпейді. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге видеом ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Арайлым.